Жасанды интеллект жайлы түсіндіру шорттарымыз жалғастырамыз. Сәлем достар, бұл Мәке Дев арнасы. Бүгін бір қызық сұраққа жауап береміз. Жасанды интеллект қай салаларда қолданылады? Бірінші, медицина. AI рентген суреттерін қарап, дәрігерге диагноз қоюға көмектеседі. Тіпті кейде адам көзінен тезірек ауруды анықтайды. Екіншіден, көлік. Tesla автопилотты көліктері жол белгілерін, жаяу жүргіншілерді көріп, өздігінен жүргізе алады. Үшіншіден, қаржы. Банктер жасанды интеллектті алаяқты анықтау үшін қолданады, ал инвестицияда нарықтағы трендті болжауға көмектеседі. Төртіншіден, бизнес пен сервис. Онлайн дүкендер сенің не іздеп жүргеніңді болжайды және саған сол тауарларды ұсынады. Ал чат-боттар күнделікті, тәулік бойы сенің клиенттеріңе, сұрақтарыңа жауап береді. Бесіншіден, күнделікті өмір. Дауыстық көмекшілер, аударма қосымшалары, YouTube немесе Netflix ұсынымдары бәрінде жасанды интеллект бар, яғни AI бар. Көріп тұрғанымыздай, жасанды интеллект қазірдің өзінде өміріміздің әр саласында бар. Болашақта оның рөлі тек арта береді. Сен қалай ойлайсың? Жасанды интеллект қай салада көбірек дамиды? Пікірге жазып кет.